Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Суымызды құйып алдық, енді тұзымызды саламыз. Дәміне қарата, яғни өзіңіз қаншалықты жеткілікті деп ойласаңыз, соған қарата. Және де дрожж саламыз. Біраз қасық, қатты толтырмай, жақсылап араластырамыз. Ұнның қанша грамм екенін мен жазған жоқпын. Себебі ұн әрқалай алады, яғни оның влажностьына байланысты, қандай фирманың ұнына болғанына байланысты, ұн әртүрлі граммда айналады. Әртүрлі граммды алады. Біз қамырымыз кәдімгі нанның қамыры сияқты болғанға дейін ұн салып илей береміз. Және де 3 ас қасық оливковый масло құямыз. Енді ұнымызды салып отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп біттік. Қатты емес, орташа жұмсақтықта, қатты да сұйық емес. Енді бетін жауып алып қоямыз. 1 сағаттай. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны біз астына кішкене ұн төсеп алып, жерге аударамыз, яғни үстелімізге. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымызды дөңгелетіп жайып алдық. Енді оны біз противнімізге саламыз, яғни табамызға пісіретін. Енді стоп. Кетчуп құйып алдық. Немесе қызанақ соусын, яғни помидорный соус қолдансаңыз өте керемет болады. Біз кетчупқа базилик саламыз, сушеный. Базилик негізі пиццаға өте керемет дәм береді. Енді соусымызды біздің пиццамыздың қамырына жағатын боламыз. Енді твердый сырымызды себеміз. Пиццаны дәмді қылатын ол сыры. Сондықтан сырды аямай саламыз. Алдын ала кесіп тұрған помидорларымызды орналастырамыз. Үстіне моцарелла сырын саламыз. Енді градусы жоғары пеште, яғни қызып тұрған пешімізге саламыз. Қызып тұрған сковородкамызға аздап сұйық май құйып аламыз. Және фаршымызды салып қуыратын боламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын. Асты мінекей мынандай пісті. Үстіне қуырған фарш саламыз. Енді үстіне сырымызды толыққанды сеуіп шығамыз. Пиццамыз пісті.
сіздер де міндетті түрде ет қосылған, тауық еті қосылған әртүрлісін жасап көріңіздер, өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.